Өзге де тақырыптарға ойыссақ. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жергілікті бизнес өкілдеріне көмек беру мақсатында аймақтарды аралауға шықты. Кезекті жиын Ақмола облысында өтті. Ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі тіпті туризмді дамытуға қолайлы өңірде бизнесті алға бастырудың тетіктері талқыланды. Кәсіпкерлер палатасы төралқасының төрағасы ұлттық қордан кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған 1 триллион теңгенің қайда жұмсалатынын түсіндіріп берді. В этом году уже 500 миллиардов выделено. Биылға 500 миллиард бөлінді, оның 200 миллиард теңгесі қаржы жүйесін сауықтандыруға бағытталады. Бұл проблемалы несиелер мәселесі. Ақшаны ұлттық банк еншілес мекемелеріне береді. Сөйтіп ол несиелер ұлттық банк жанынан құрылған арнайы қорға аударылады. Қаржы екінші деңгейлі банктерге түскендіктен бизнесте несиелеу артады. Ал 100 миллиард теңге даму қорына бағытталады. Аталмыш соманың 150 миллиарды жаңа жобаларға бағытталмақ. Ол инвестициясы 10 миллион доллардан асатын ірі жобалар болуы тиіс. Ұлттық палата өкілдері Ақмола облысы кәсіпкерлерінің ондай бастамаларға қатысып, қол жеткізуге барлық мүмкіндіктері барын атап өтті. Әсіресе Бурабайдағы туризм саласы тың идеяларды күтіп тұр. Алайда бурабайлық кәсіпкерлер бюрократия қол байлау екенін айтып шағымданып отыр. Жергілікті бизнес өкілдерінің айтуынша, олар жер проблемасынан зәбір көріп жүр. Жер учасканы выделять етеді, кәсіпкерлер, бірақ выделеткенде, мысалы өзіміздің Бурабай ауданының кәсіпкері сұраса, оған бермей, басқа жақтың келген кісілерге беріп жатыр. Осы мәселені сұрадым, я айтты, поддержка берем, рассмотрим.